Армысыздар, ардақты ағайын, назарларыңызда талай тақырыптың түйін тарқатқан айтары бар ашық әңгіме бағдарламасы. Бүгінгі біздің бас тақырыбымыз медицина саласында атқарылып жатқан игі жұмыстар жайында өрбімек. Осы орайда бағдарламамыздың басты қонағы Қарабұлақ Сайрам аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Қожахметова Елмира Ағабекқызы болатын. Елмира Ағабекқызы, студиямызға қош келіпсіз. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз ба, Данат, үлкен рахмет. Бүгін өзіңіз де білесіз, осы 2 жыл бойы пандемия басталғалы бері медицина саласының жұмыс жасап жүрген адамдарына өте қиын. Бірақ та сіз соған бізге көңіл бөліп, бізді шақырып сұхбат жасап жатқаныңызға үлкен рахмет. Елмира Ағабекқызы, біздің басты құндылығымыз адам, басты байлығымыз денсаулық. Осы мақсатымыз сол адамдардың денсаулығын сақтау. Осы бағыттағы мынау Қарабұлақ Сайрам аудандық аурухана қызметкері негізгі міндет қалап жүзеге асыруда бүгінгі таңда. Өте дұрыс айттыңыз. Енді қазақ елінің байлығы біздің халқымыз деп есептейміз. Сондықтан бағанағы денсаулыққа біз өте маңызды көңіл бөлуіміз керек. Енді өзіміздің бағанағы Қарабұлақтың ауруханасына келсек, бұл жерде де жұмыс жасалып жатыр. Жұмыс жоқ деп айта алмаймыз. Мынау пандемия кезінде де дәрігерлер, медбикелер, санитаркалар деп айтамыз. Бұлай айтқанда медицина саласына тиісті емес адамдарды өте көп көмек берді. Бұл деген үні жоқ соғыс болды. Сол соғыста біздің дәрігерлер, біздің ақ халатты абзал жандар, дәрігерлер дегенде тек қана дәрігерлер емес, енді бәрі осы салада істеп жүрген адамдар ат салысып жұмыс жасауда болды. Соған қарамастан біз бәр жерге бағанағы адамдардың көңіліне қарап өзіміздің жұмысты жақсы атқардық деп ойлаймын. Осы орайда мына өмір өзгерістерге толы. Аудандық орталық аурухана заман ағымына ілесіп жүр ме? Ілесіп жүр деп айта аламыз. Біздің өзіміздің жұмыс жасайтын бағанағы құжаттарымыз бәріне сәйкес жұмыс жасалып жатыр, скрининг өтіп жатыр, және де жүкті әйелдерді қараймыз, кішкентай балдарға қараймыз, реанимация отделениемізға да біліктіліктерін көтереміз, өзіміздің салада істеп жүрген мамандардың оқуға жібереміз. Солардың бәрі, былай айтқанда, аяғымызды бірге аттап жүрміз. Қазіргі таңда болып жатқан тірліктермен бәрімен бірдей жүрміз. Хабарымыз бар. Анау, енді айтамыз ғой, здоровый образ жизни, ЗОЖ. Ол да жұмыс жасайды. Халықпен сұхбат алып, халыққа түсіндірмелер жұмыстары, ОСМС жайлы, мәмс дейміз ғой. Сол жайлы да жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, жалпы вакцинация жүріп жатыр. Оған да түсініктерме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жақсы. Осы жаңа Елмира Ағабекқызы өзіңіз тоқталып өттіңіз ғой ерекше. Тұрғындардың міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру 2020 жылдан жүзеге асырылып келеді. Бұл орайда қандай жұмыстар атқарылып отыр сіздердің тараптарыңызда? Біздің тараптан енді біз түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Біз құқықты емеспіз адамдарға сен төлейсің, сен төлемейсің деп айтуға. Бірақ әр азамат оны өзі түсініп жету керек. Қазіргі таңда өзіңіз бағанағы желі жүйесі дейміз, Facebook дейміз, YouTube дейміз, солардың бәрі дамып кетті ғой. Сол үшін халықтың көзі ашық, бәрі де біледі. Енді біз өз тарабымыздан оларға тағы да қандай көмек, екі пакет дейміз, соның пакеттердің ішіндегі құрамын бәрін түсіндіріп өтеміз. Қандай көмек ала алады, ОСМС дегеніміз не, ГОБМП дегеніміз не, соның бәрін әр келген азаматқа түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы өткен жылдан бері елімізге қауіпті індет кезінде үлкен сынақ болды ғой. Осы төтенше жағдай кезінде жалпы медицина қызметкерлеріне үлкен жауапкершілік жүктелді. Үй көрмей жұмыс істеген кездеріңіз көп болды ма? Ауруханада мамандар құрамы жайында не айтар едіңіз? Ол кісілердің еңбегі, біліктілігі, жұмысы. Бұл індет әр семьяда, әр адамның жанына батты. Қанша дегенмен біреу бауырын жоғалтты, біреу әкесін, біреу шешесін жоғалтты, біреу досын, біреу құрбысын дегендей. Сондықтан бұл жоғарыда айтып кеткендей соғыс болды. Үнсіз соғыс болып, үнсіз адамдарды жалмай бастады. Сол кезде медицина қызметкерлері бірінші кездерде бағана блокпосттар болды. 24 қосымша 7 деп айтсақ болады. 7 тәулік жұмыс жасадық біз. Енді бүйтіп айтып кеткенде мен өзімнің әріптестердің бәріне рахмет деп айтатын едім. Олар алдында болды. Бұл соғыспен алдында күресті. Жұрт түсіне білмеді, бағанағы ем домын қалай жасауын білмеді. Ол кезде енді протоколдар шығып жатқан. Сол кезде медицина қызметкерлеріне өте қиын болды. Қанша дегенмен халық ауырса дәрігерге барады ғой. Ол кезде дәрігердің өзі де әлі толық қалай бұл еммен күресеуін де білмедік. Бірақ сонда да айтып кететін мән жай, түн күн демей
семья, бала демей, әріптестерім бәрі жұмыста болды. Жұмыс жасалды. Жақсы. Осы қауіпті індеттің қауіптілігі қатты кезде ауыр індетпен күрестегі алдыңғы шепте жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, медицина мамандары әріптестеріңіз жүрді. Осындай қысылтаяң кезде оларға қандай қолдаулар көрсетілді? Мемлекет тарапынан, азаматтар тарапынан, ағайынның ауызбіршілігі, халықтың достығы, ынтымақты осындай да білінеді ғой. Біз енді қазақ елі өте ұйымшыл халықпыз ғой. Ол жайды да айтып кетпеуге болмайды. Халық тарапынан да көмек болды. Бағанағы волонтер дейміз ғой, еріктілер. Олардың да көмегі тиді. Келіп, не қажет, кислород жетпеді. Сол кезде машиналарды табу қиын болды. Сол кезінде келіп, өздерінің қол ұшын созып, бізге машинамен де көмек берілді. Кислородный бірінші кезде Боброва деп атайды ғой, бағанағы оттегін алуға. Иә, сондай құрал жабдықтардан да көмек берді. Өзіміздің енді жағдайы жақсы кісілер де келіп, бір қап картошка кеп берген күндер де болды. Көмек ретінде. Бәрі жер жабылып қалды ғой, бағанағы поставщиктар, бағанағы тамақ жағынан бәрінен одан көмек берді. Бәріміз ауызбіршілікпен осыны жайлап, қазіргі таңда жеңіп біттік деп айта алмаймыз, бірақ жеңіске жақындап қалдық деп ойлаймын. Сондықтан бұны бір адам жасаған жоқ, бұны ел болып, бәріміз қол ұстасып, осы індетпен күрестік деп ойлаймын. Адамдардың көмегі тиді, адамдардың түсінігі. Мен айтатын едім, дәрігерлердің, бағанағы медицина саласында істейтін адамдардың деңгейі де көтерілді бұл жағдайда. Адамдар түсінді, біз бағанағы осы індетке, өзіңіз бағана айтып кеттіңіз ғой, түн күн жұмыс жасағанымызды халық көрді. Осы орайда Елмира Ғабитқызы Қарабұлақ Сайрам ауданындағы ең үлкені, іргелі, ынтымақ жарасқан, бір-біріне қарасқан үлкен ауылдардың бірі. Қазіргі таңда Қарабұлақ орталық ауруханасында қандай жаңашылдықтар, жаңа жобалар қолға алынып жатыр? Біз қазіргі таңда білесіз, міне инфекционный госпиталіміз бар ғой, бәр жерде, бәр ауруханаларда инфекционный госпиталь ашылған. Жақсы жаңалық, сол госпиталімізде адамдар азайып жатыр. Қазір азая келе, біз өзіміздің күнделікті жұмысымызды жасап жатырмыз. Тағы да енді ойда жоспарымыз бар, реабилитация жағын күшейтсек деген ойымыз бар. Ол да адамның өзіне өте керекті нәрсе, реабилитация. Адам ауырып шыққаннан кейін, ар жағынан ем-домын алып, дұрыс тамақ жеу жағынан да, массаж болсын, болмаса бағанағы физический нагрузка дейміз ғой, зарядка болсын, соның бәрін үйреніп, жүру, тұру дегеннің бәрін үйретуге, сонда реабилитацияны қолға алдық деп отырмыз. Осы азаматтар саулығы сыр бергенде бірінші кезекте дәрігерлер қауымының көмегіне жүгінеді. Қазіргі таңда Аққалат Абзалжандар жеке қорғаныс құралдарымен қаншалықты қамтылған? Бағана СИЗ деп атаймыз ғой біз, средства индивидуальной защиты. Ол толық қамтамасыз етілгенбіз. Біз 2-3 айлық қорымыз болып тұрады. Жұмыла көтерген жүк жеңілдетіне қауіпті індет кезінде ағайынның ауызбіршілігі, елдің ынтымағы бірден білінді. Осы айтыңызшы, осы пневмония мен ковидтің айырмашылығы қандай? Көпшілік біле бермейді. Енді бағанағы өзіңіз айтып кеткендей, ковид дейміз ғой, ковидтің бессимптомный болады. Дене қызуы көтерілмейді, бірақ ол кісілер бағана сынама тапсырған кезінде оң нәтиже береді. Бірақ адамның өзі ешқандай да өзінің сезінімі болмайды. Оны біз бессимптомный деп атаймыз. Ал пневмония деп айтып отырсыз, ол дегеніміз өкпеге зақым түскен деген сөздің бірі. Ол кезде адамда ентігу басталады, дене қызуы көтеріледі, рентгенге түскен кезде ол көрінеді, және де КТ дейміз ғой, сол кезде поражение деп аталады, өкпенің қаншада пайызы зақымданғанын біз біле аламыз. Сол осы келіп осы жерге қонақ болып отқан кезімде адамдар сондай өзінде бір сезім пайда болғанында дер кезінде дәрігерге баруға мен кеңес беретін едім. Осы індетті толықтай жеңу үшін бәрімізге не істеу қажет бірінші кезекте? Қазіргі таңда енді мен айтып кетейін дегенім, вакцинация дейміз ғой, бағанағы екпе жасау. Ол 1 ақпаннан бері басталды. Халық келіп жатыр. Бірақ та қазір айтып кететінім, әлем торының бәріне жағымсыз хабарлар да көбейіп кетті. Адамдар өліп жатыр. Болмаса індет салсаң ертең ұрпағың болмайды, болмаса ВИЧ-инфекциямен ауырып қаласың деген. Оның бәрі мен ойлаймын, енді ондайға сенудің, енді халық бүкіл әлем жасап атқан
бұл індеттен шығып кетудің амалы. Сондықтан біз өзі қазақ халқы той құмармыз, той жақсы көреміз. Мынау бетперде шешіліп, бір-бірімізге барып келіп, жақсылығымызды асыратын жағдай, ол жалпы екпе салуға шақырамын мен бәріңізді. Қазіргі таңда осы мына екпе егу жұмыстары Қарабұлақ ауылында қалай қолға алынып жатыр? Біз енді қазіргі таңда 30% екпе ектік. Жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі күнде де қазір мен сізбен отырмын, бірақ менің әріптестерім ол жұмысты атқарып жатыр. Бірінші компонент, екінші компонент, 3 түрлі вакцинамыз бар. Хаятвак, Казвак, Спутник Ви деген. Сондықтан бұл да өкіметімізге рахметімізді айтып кету керекпіз. Адамдарға бағанағы өздерінің қалауымен, өздерінің қай вакцинаны алам десе, сол вакцинаны алуға міндеттері бар. Сондықтан келіңіздер, екпе егіңіздер. Бұнсыз біз бұл індетті толық жойып кете алмаймыз дейміз. Бетперде шешілу үшін 80% халық егілу керек. Осы алдағы уақыт еншісінде атқарылатын бір жұмыстарыңызға жоспарлы түрде тоқталып өтіңізші. Енді медицина бір жерде тұрған жоқ. Біз медицинамен бірдей аяғымызды басып, табанымызды тіреп тұрмауымыз керек. Сондықтан қандай да жаңа әдістер, жаңа оқулар пайда болса, соны өзіміздің деңгейімізді көтеріп, халық үшін қызметімізді аямай, өзімізде қайда барсақ та өзімізде сұрап барамыз ғой, мына дәрігер қандай, мынау аурухана қандай деп. Сол енді біздің жоспарымыз Қарабұлақ ауруханасының деңгейін көтеру, келешекте бұдан да көтеру, халықтың сенімі артып, халық сонда бәр жерден келіп бізге ем-домын алса дейміз. Осы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы көп ұзамай қабылданды. Осы қазіргі таңда Қарабұлақ орталық ауруханасының халықпен, тұрғындар тарапымен байланысқан кездесулер, онлайн сұрақ-жауаптар ұйымдастырылып отыра ма? Біздің өзіміз, енді өзіңіз білесіз, біз де халықпыз, халықтың арасында жүрген адамбыз, халыққа жақын адамбыз. Сондықтан біздің есігіміз, біздің ұялы телефондарымыз қашанда олар үшін ашық. Қандай сұрақтары болса да, мәселелер болса да, оның бәрін біргелесіп шешуге дайынбыз. Оны халықтың өзі де біледі. Менің есігім қашанда ашық ол кісілер үшін. Еш уақытта бағанағы сенбі күні, жексенбі күні қабылдау деген жоқ, сағат деген жоқ. Келіп тұрса, біз жоқ деп айтуға біріншіден ол дұрыс емес деп есептеймін. Біз халықпен жақын болуымыз керек, халықтың мұңын тыңдай алуымыз керек, халыққа көмек бере алуымыз керек. Өзіміз енді осы саланы таңдағаннан кейін, бұл сала қиын сала деп ойлаймын. Бірақ та біз енді айтады ғой, қарапайым халық айтады, Құдайдан кейін сіздер деп. Сол атқа біз лайық болуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан біз қашанда ашықпыз. Қазіргі таңда сырт көзінше Қарабұлақ Сайрам аудандық орталық ауруханасында халықтың игілігі үшін көптеген игі істер атқарылып жатыр. Халық барлығын біледі. Осындай жетістікке жетуге ұжымның сыры қандай? Осындай жетістікке қалай жеттіңіздер? Бұл бір адамның тірлігі емес, ұжым болып, бәріміз қосылып, ауызбіршілік, бағанағы домалақ үстел дейміз ғой, отырып бәріміз, кімде қандай өзінің уәжі бар, қандай көрінісі бар, алдағы жоспарлары қандай, соның бәріне құлақ асып, әр адамның ойын, пікірін тыңдап, осындай жетістіктерге жайлап жетіп келе жатырмыз деп ойлаймын. Халықтың алғысын арқалаған басшы ретінде, осы елдің қызы ретінде, көгілдір экранның ар жағына көрермен қауымға деген игі тілегіңіз болса? Біріншіден, халқым, менің айтып кетерім, осындай індет өмір болмасын. Бағана айтып кеттік, бұл індет көп адамды жалмап кетті. Ендігіде тек қана жақсылық болсын, үйлеріңізде той береке құт болсын, дендеріңіз сау болсын. Енді ауруханаға тек қана менің өзімнің ең жақсы көретін бөлімшем, ол әйелдер босанатын бөлімшесі. Сол әйелдер босанатын бөлімшеге қыздарыңыз, келіншектеріңіз, немерелеріңіз келіп, осы біздің елді көбейте берсін, ұлымыз, қызымыз көп болсын, олардың дені сау болсын, үйлеріңізде тек қана кішкентай балдардың дауыстары шыға берсін.
Елмира Ағабекқызы, алтын уақытыңызды бөліп, біздің бүгінгі ашық әңгіме бағдарламасын құрметті қонақ болған үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Еңбектеріңізде тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Қарабұлақ орталық ауруханасы әрдайым жақсы жағынан халықтың алғысына бөленіп жүре берсін. Құрметті көз қарақты көрермен, тағы да қапелігін сала кетейік, біздің бүгінгі ашық әңгіме бағдарламасының құрметті қонағы болған Қарабұлақ Сайрам аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Қожахметова Елмира Ағабекқызы болатын. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Басы бай, қуатты болайық ағайын.